Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді 2-ақ жұмыртқадан дайындалатын үлкен торт дайындаймыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, аппақ болғанша миксерлейміз. Сосын үстіне ерітілген сары майды салып, тағы да миксерлейміз. Сосын үстіне сұйық майды құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Сосын сүтті құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Електің ішінде ұн мен қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз да сұйық массамызға ұнды массаны 3-ке бөліп саламыз. Құрғақ ингредиенттерді сұйық массаға бірнеше бөліктерге бөліп салсақ, біздің бисквитіміз өте биік, әдемі болып шығатын болады. Сол үшін міндетті түрде електен өткізіп 3-ке 4-ке бөліп салыңыздар. Енді бұл массамыздың үстіне какаоны салып, тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Какаоны да міндетті түрде електен өткізуіміз керек, өйткені бізде какаода өте көп түйіршіктер болады. Бисквит пирогтарға міндетті түрде какаоны кондитерлік магазиннен алуымыз қажет. Сол кезде бізде өте әдемі шоколадный қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды 22 диаметрлік формаға құйып, 160 градуста 60 минут, яғни 1 сағат пісіреміз. Бисквитті осындай решеткада толықтай суытамыз. Сосын бұл бисквитті мен 2 бөлікке бөлдім. Сіздер 3-ке бөлсеңіздер де болады, немесе бөлмей арасына крем жақпай-ақ жей беруімізге болады. Просто үстіне шоколадный глазюр құйсақ та болады. Мен осындай крем құйдым, бірақ та крем құйсаңыздар өте дәмді болады. Біздің оп-оңай 2-ақ жұмыртқадан дайындалатын тортымыз осылайша дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен тортты осындай шоколадты бетіне құйып шықтым. Қалауларыңызша сәндей беруімізге болады. Тортты міндетті түрде тоңазытқышқа сіңдіруге қойып қойыңыздар. Сол кезде жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Раушан.